Сәлем достар, сіздерге бүгін осындай керемет, өте дәмді тәжік мантысын көрсеткім келіп тұр. Менімен бірге болыңыздар. Достар, маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас адамның арқауы дейді ғой. Осындай керемет, дәмді тағамдарды дайындап, жанұяларыңызбен жеп жүруді әдетке айналдырыңыздар. Бізге керегі бір жұмыртқаға бір шай қасық тұзды салып, жақсылап араластырып аламыз. Үстіне араластырып болған соң, үстіне 150 грамм суымызды құйып араластырамыз. Суымызды құйып, жақсылап араластырып алып, үстіне 400 грамм ұн саламыз. Жақсылап илеп болған соң, бетін жауып 5-10 минутқа қоямыз. 5-10 минуттан соң қайталап қамырымызды жақсылап илеп, иін қандырамыз. Сол кезде біздің қамырымыз өте керемет болып шығады. Осылай жақсылап билеп, бетін жауып, демалдырып қоямыз. 5-10 минуттан кейін қайттан жақсылап иін қандырып илеп аламыз. Қамырымыз демалғанша біз салмалысын дайындап аламыз. Ол үшін 600 грамм етті алдым, осылай кубиктап турадым. Етті қолмен турап істелген манты өте дәмді болады. Сол себепті мен сіздерге қолмен, ерінбей қолмен турап істеулеріңізге кеңес беремін. Өте сулы әрі дәмді манты болып шығады. 200 грамдай майдан, ет майынан қостым. Жуамызды да ұсақтап тураймыз. Осылай оның үстіне дәмдеуіштерімізді де қосамыз. 1 шай қасық тұзды қатты толтырмай саласыздар. Оның үстіне кориандр, қара бұрыштан азғана дәміне қарай саласыздар. Енді дайын тұрған қамырымызды осылай кесіп аламыз. Қамырымызды осылай кесіп алған соң, домалақтап, бетін жауып, демалдырып қоясыздар. Сосын шетінен алып, шұқалап жазамыз қамырды. Қамырымызды осылай жазып дайындап аламыз. Шұқалап, әдемілеп, домалақтап. Өстіп қамырларымызды доп-домалақ қылып жайып дайындап аламыз. Дайын болған қамырымызға салмамызды жақсылап араластырып, салып, бөгеп бастаймыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, жабыстырған жерін өте қатты қысып отырыңыздар. Сонда қамыр қалың болып қалмайды.
Міне әдемі мантымыз. Бұның осы басқа мантылардан ерекшелігі өзінің осылай бір формасында деп ойлаймын. Ал ішіндегі салмалары бәрі бір. Қолмен туралған болғандықтан өте дәмді, өте сулы, керемет манты болып шығады. Дайын болған мантымызды, листімізді жақсылап майлап, үстіне салып жайғастырамыз. Отқа 45 минутқа қойып пісіріп аламыз. Міне дайын болған тәжік мантысы. Міне өте көз тартарлық мантымыз дайын болды. Ас болсын. Алла сіздерге де осындай мантыны істеп жеуді нәсіп етсін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар достар.